Қайсар. Олар туралы бүкіл ақпаратты білетін бір ғана адам ұстасың жеткілікті. Сәлем. Сәлем. Сағынып Ақтоты. Оппо, гай. Тоқта, ана жерге тоқта. Не болды, шештің ба? Құдай берген үйіне ме? Қайдағы? Апоркаға? Тамаша эфирге шықпайды. Өйткені бүгіннен бастап тамаша жабылды деп сынай беріңдер. Бауырым, мына жақта бостан-босқа отыра бермей, бара бер. Сіздер кімді тұтқындағандарыңызды білесіздер ме? Мен тек қана өз жұмысымды білем. Ол кісі тамаша театрының актері Құдайберген Сұлтанбаев. Кім болса да, заң алдында бәріміз бірдейміз. Бірдеңке қылып келісуге болмай ма? Міне, бүгін Кәрім Ниязов есімді азаматтан Құдайберген Сұлтанбаевтың үстіне арыз түсті. Бұл жерде адамды алдын ала алып қашу, адам өміріне қауіп төндіру, ақша боп салу. Мұның өзі кемінде 8 жылға татиды. Капитан Дәрібаев. Ана арыз менде қалады. Барып ана кісін босатыңдар. Құп болады. Жаз өмірін, мәз өмірін қысқарды, бара жатыр қос қайтып. Зымырайды менің бала кезімде, бір жалт етіп өте шыққан сезімде. Бір жалт етіп өте шыққан сезімде. Құстар сызылтып ән салады, сол әнімен тербетеді даланы. Ал адамдар көліп бастап өмірін, кетерінде жылайды алмай қалады. Кетерінде жылайды алмай қалады. Қалай түсінбейсіңдер? Ол емес, мен жәбірленуші. Ол алаяқтық үшін заң алдында жауап беру керек. Түсініңіз аға, ол азаматтан бірінші арыз түсті. Қаласаңыз қарсы арыз жазуыңызға болады. Жазам әрине. Қағаз бен ручка берші. Құдайберген аға,
Сіз бара берсеңіз болады. Қалай бара береді? Арыз ше. Кәрім Ниязов талай алаяқтық туралы істі болған. Оның үстінен тергеу қозғаймыз. Әні, айттым ғой жігіттер. Мен емес, ол алаяқ деп. Сіз түсініктемені жазып, бара берсеңіз болады. Бәсе? Басқа қағазым бар, мына қарыз деп жазып қойып едім. Түсініктеме деп жазамын. Иә. Жаңа машина болғасын өз дұрыс айдай алмайсың әке. Енді мына сен Астанаға бірінші рет келген кезде құрдас. Жақсылап қыдыртайын деп тырысып жатқаным ғой. Мына екеуміздің көріспегенімізге. Өзің көріп тұрғаныңдай, орталық телеарнаның қарамағындағы театр қандай тақырыптарды көтеріп жатқанын байқадың ғой? Мына концертті эфирге өткізбей тастағанымыз қандай жақсы болды. Егер бұны ертең бүкіл ел көрсе, не болар еді? Вот. Ал енді, егер олар жеке театр болса, ойларына келгендерін істеп, ауыздарына келгендерін айтатын түрлері бар. Сондықтан Қайсар, саған берілетін тапсырма. Кім-кіммен кездесті, қайда барды, неге барды, бүге-шүгесіне дейін. Ал енді түймедейді түйедей қылып көрсету, ол біздің шаруа. Сол кезде ғана біз өз дегенімізді оларға айтқызып, бізге керек нәрсені көрсететін болады. Түсіндің ғой? Құп болады. Иә, маған құр қол келмеген боларсың. Айта бер. Құдайберген Сұлтанбаев. Алдын ала келісім бойынша адам ұрлау. Көп мөлшерде ақша болып салаған. Кәрім Ниязов деген азаматтың арызы бар. Ал Уайс Сұлтанғазы мен Мейірман Нұрекеев екеуі бірігіп мас күйінде көлік жүргізген. Милицияға қарсы келген. Жазған арнайы протокол бар. Ал мынау өтініш. Телефон байланысын тыңдауға арналған 6 құрылғы қажет. Қанша? 6. Қайсар, мен саған тағы бір ақыл айтайын. Мені мұқият тыңдап ал. Бұлардың барлығын бақылап, барлығын тыңдаудың қажеті жоқ. Бастықтарын назарында ұстасаң жеткілікті. Егер бұларда бірде проблема туындап қалса ше, олар ең алдымен кімге барады? Лұқпан Есеновке. Дұрыс. Демек саған бір құрылғы да жетеді. Мынаны қайтадан жазып алып қоясың. Құп болады. Болды болсын, қарай бер. Құстар сызылтып ән салады, сол әнімен тербетеді даланы. Ал адамдар көліп бастап өмірін, кетерінде жылайды алмай қалады. Кетерінде жылайды алмай қалады. Деген әртісі ше, жүрегімен орындап тұр ғой. Әнді сезініп жылап тұр ғой. Жақсы інім, рахмет. Аға, Ал жақсы. әннің ақшасын төлей саласыздар ма?
Төлейміз қанша еді? 60 сом. Ойын деген қымбатсыңдар. Енді құстарға айтып барадан бір 10 рет айттыңыздар ғой, мына жерде қолымда талып кетті. Так, інішек, сен бір ән 6 сом дедің. Енді біз артық төлемейік деп бір әнді қайта-қайта айттық қой. Енді төлей салыңыздар шағып, болмаса мен милиция шақырамын. Төлейміз. Жай сұрап жатқанымыз ғой. Балам, тамаша әртістерінен ақша алған несі? Бұларды алақынан қостап аялау керек қой. Бопты, өзім төлей салам. Ой, бауырмай. Балам, тағы бір рет ойнап жүреш. Сіздермен қосылып, бір ән айтсақ болады ма? Кел. Тарт. Құстар сызылтып ән салады, сол әнмен тербетеді даланы. Ал адамдар күліп бастап өмірін, кетерінде жылай да алмай қалады. Я жақсы. Кешке хабарлас деп айта саларсыз. Сау болыңыз. Қайсар, Ау? сен мұнда не істеп жүрсің? Кабинетке қалай кірдің? Лұқпан ағаға дайын болған суреттерді әкелгем. Сөйтсем, ол кісі орында жоқ екен. Енді күтіп отырмын. Лұқпан аға тағы да кабинетті жабуды ұмытып кеткен ау деймін. Үнемі сөйтеді. Бірақ кеше тексерген едім. Есімде жоқ. Сен не істеп жүрсің мұнда? Телеканал складты босатсын деп еді. Сол заттарды тасып жүр. Көмек керек пе? Бос болсаң жақсы болар еді. Әрине. Мына қойылымдардың бәрін халық көріп қойды ғой. Ескі қойылымды қойған несі жаман? Әншілерді бір әнді әр концерт сайын айтады. Халық білет деп айтпай қоймайды ғой. Оның үстіне кейде халық өздері сұрайды тағы айтшы деп. Тоқа, ән бөлек, әзіл бөлек. Әнді тыңдаған сайын әртүрлі сезімдерге бөлейді. Әзілді бір-екі рет айтасың, дәмі кетіп қалады ғой. Бір-екі тыңдағаннан кейін дәмі кетіп қалатын әндер де бар. Тағы заттар қалды ма? Я қазір. Қызым, көмектесейін ба? Сен ертең сұрамадың ба? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ассалаумағалейкум, Мұқа. Қалайсыңдар? Жақсы. Мына жерде заттың бәрін тасып, орналастырып, сценарий оқып отырмыз. Мә, Тоқа, өтірік айтудан жарыс болса сен жіберу керек екен. Сценарийді оқып шықтыңдар ма? Қалай? Ішінде іліп алатын бір нәрсе бар ма екен? Іліп алатын ештеңе жоқ сияқты. Бірақ театрды шақырып, талқыға салу керек. Ақтоты, сен жігіттер мен қыздарға бүгін дайындық болады деп айтып едің? Иә, аға, бәріне хабарласып шықтым. Уайысқа хабар жетті ме? Иә. Ол телефоным қиылып қалды деп айтып жүреді ғой. Тоқсын ағадан көршісінің нөмірін сұрап хабарластым. Сол көршісінің телефонын өзіне қарағанда уайыс көп пайдаланады. Көршісі ақ көңіл. Түннің ішінде звондасаң да шақырып келеді. Ал басқа шаруалар не болып жатыр? Тапсырмаңыз бойынша складты босатып, барлық заттарды осында алып келдік. Өзіңізде не жаңалық Құлқа? Менде екі жаңалығым бар. Бірі жақсы, бірі жаман. Жақсынан бассаңыз? Жақсы, гастрольге баратын регионның ДК басшыларымен келісіп қойдым. Ал жаманы, мына кабинетті босату керек. Міне,
Бағанадан бері көмектеспей күшімді осыған сақтап отырмын ғой. Бүгінше бұлар тұра берсін, мыналарды ауыстыру асығыс емес. Біздің басты мәселе дайындық жасайтын жерді іздеу керек. Мүмкін біздің үйде дайындаламыз. Жоқ, болмайды. Біз дайындықты күндізін жүргіземіз. 3-4 күннен кейін сенің отбасыңа ыңғайсыз болып жүрер. Оның үстіне көршілерің бар. Не істейміз, Лұқа? Ақтоты сен былай жаса. Біз барып жүрген жақындағы ресторанға бәрін жина. Сол жерге барып, қалған жоспарды ақылдасамыз. Келістік па? Ал жақсы. Алматыда театрдан басқа көп нәрсе жоқ. Бірақ дайындалуға бір зал таба алмай отырғанымыз қараш. Осыдан байып кетейінші. Репетиция жасайтын зал салам. Не істейміз енді? Сенің байығаныңды күтіп, гастрольді 15 жылға асыра тұрамыз ба? Бір жылда. Әуезов театрының кіші залын сұрасақ қалай болады? Театрда репертуар шығып қойды. Дайындық болып жатыр. 2 залда да спектакль. Ана бұрынғы өзіміз жасап жүрген зал бар ғой. Соны аренда қалсақ. Қазір қаражатымыз өте аз. Сондықтан да неғұрлым тегін жер керек. Оны кім береді бізге? Кешіріңіздер, әңгімелеріңізді тыңдағым келген жоқ. Бірақ шет жағасын естіп қалдым. Сіздерге дайындалатын зал керек сияқты болып жатыр. Сіздер біздің тұрақты клиентімізсіздер. Оның үстіне біз отбасымызбен тамашаны қатты ұнатамыз. Егер ыңғайлы болса, осы залды кешкі уақыттан таңға дейін алып дайындалсаңыздар болады. Так. Сенің атың кім еді? Хамит болады. Көңіліңізге рахмет. Бірақ біз дайындық болған соң шулаймыз ғой. Көршілеріңіз, келген қонақтарыңыз шағымданса, біздің кесіріміз тимесе болғаны? Жоға, кесірлеріңіз тимейді. Қайта осында дайындалсаңыздар, біз қуанамыз. Бұл жерден артығын таппаймыз ау, Лұқа? Иә, тамағымызды да осына жей беретін едік. Әрине, осында тамақтарыңыз ішіп, осы жердегінің бәрін пайдалана берсеңіздер болады. Олай болса, біз ертеңнен бастап дайындық жүргізсек болады ғой? Лұқпан аға, не дегеніңіз? Бүгіннен бастасаңыз болады дайындықты. Рахмет. Ал, астарыңыз әмді болсын. Рахмет. Мен кабинетте фотоаппаратымды ұмытып кеттім. Барып әкеле қояйын. Қайсар, күлік керек емес пе? Міне, дайындалатын жер табылды. Тек қана қоятын қойылымызды реттеп алсақ. Монша туралы қойылым. Өткенде көрермен жақсы қабылдады ғой. Оны бүкіл халық біледі ғой. Ертең концертте халық сөзіне қосылып бірге айтып отырмасын? Гүлбаушан екеуміздің күйге шықпаған 2 құрбы жайындағы қойылым ше. Ол да қатты танымал. Әй, халықтың есінде қалатын қойылым қоя беріппіз ғой, ә? Не деген мықты театрымыз деймін, не? Оған біз неге бас қатырып отырмыз? Соңғы концерттегі қойылымдар неге ойнамаймыз? Иә, дұрыс айтады. Олар эфирге шықпаған. Тек сол концертке келгендер ғана көрді. Бұл нақ менің ойыма келмеген. Олай болса, осы қойылымға дайындалайық. Так, бұл мәселе шешілді. Енді бұл қойылымдарды тамашалайтын көрермендер болса, тіпті ғажап болып кетер еді, ә? Әйтеуір бір мәселеден соң екіншісі шығып тұрады екен, Оны қойыңдаршы.
Мен Уайсқа риза болып отырмын. Қашан мына қазандай басын іске қосады деп күтіп жүр едім мен. Қампиған қарыннан қазандай басының пайдасы мол екенін түсінген шығарсың. Құдеке, саған айтып жатыр. Ой, сендерде. Так, зал шешілді, сценарий шешілді. Тағы қандай шаруа бар? Енді қалғаны ұйымдастыру шаралары. Енді ол ұйымдастыруды мен сіз енді өздеріңіз ұйымдастыра бересіздер ғой. Әне, басталды. Уақыт аз болған соң ұйымдастыру шараларын бөлісіп алайық. Мен бірден айтайын, маған қиын шаруа тапсырмаңыздар. Мен ертеңнен бастап айфшаларды реттеп, қалаларға жібере берейін. Лидия, сен қыздармен бірге костюмға жауаптысың. Қабылданды. Құдай берген, сен мойныңа реквизитпен гримді ал. Түсінікті? Ақтоты, сен сценарийлерді шығарып, қалған ұйымдастыру шараларына жауаптысың. Қайсар, сен көмектесесің ғой? Әрине аға. Бұқа, біз неге жауап берейік? Сендер өздеріңе ғана жауап беріңдер. Ертеңгі дайындыққа кешікпесеңдер болғаны. Ал құрметті әріптестерім, ертеңнен бастап 1 ай бойы күнде дайындық. Елестеттің көктен бір ашқан, көздеріңе ғашық балмыр шашқан, алыстарға жетелей еремін, сені ғана бақыт деп сенемін еркен. Арманымда ялдағы, ақшуақтай таңдағы, аялай бер армана, аялай бер. Сандуғаштар жырлады, көктемдерге бір барып, шақырады біздерді, көк орай бер. Шақырады біздерді, көк орай бер. Қолыңды бер жатсам арманым, сәуледей боп аялар таңдағы. Шақырады жас көктем гүлінен, шақырады жазғы бақ жырымен еркен. Тоқа, бері қарай келіңізші, Ақтоты. Жігіттер, қыздар, жиналыңдар. Бері қарай келіңіздер. Дайын болма? Өзі сияқты. Ал, дайынсыздар ма? Жақындап. Айтпама. Ал енді қарап жүріңіздер, 1-2. Мен әдемірек қып алшы. Аядан істемей қалады ғой. Осында істемей қалады. Енді бір. Ал, келіңдер, төрлет. Отырыңдар. Шай іш деп айтайын десем, үйде ешкім жоқ. Шайдың керегі жоқ, біз асығыспыз, Жаке. Асығыс болсаңдар, жүре беріңдер. Жаке, тамашаның жаңа әнұранына сөз керек. Мен де бір поэма жазып жатыр едім. Пайыма қоя тұрады ғой, Жаке. Бізде 1 айдан соң гастроль. Оның үстіне жаңа тамаша болып ашылып жатқанымызды сен жақсы білесің ғой. Енді мен де жаңа поэма жазып жатырмын деймін. Еңбегіңді жемейміз ғой, Жаке. Ақын көп емес пе? Ақшасын берсеңдер, қазір-ақ жазып береді. Жаке, бізді сен сияқты түсініп жазатын ақын жоқ қой. Олай болса,
біз бұл үйден кетпейміз. Иә. Бізге қашан шыдар екенсіз көрейік. Міне. Бұл не? Сендердің жаңа әнұрандарың. Қалай? Ойпырмай, жәке, сіз сонда бағанан бері жазып отырдыңыз ба? Қалай тез? Ай, ойшы анау. Жүректен шыққан өлең тез жазылады. Жәке, рахмет. Рахмет, жәке. Жолдарың болсын. Бір нәрсе жейсің ба? Шашлыктар дәмдеген. Жоқ, рахмет. Заводтың шаруасы не болды? Сол болмай тұр әлі. Тыныштық па? Тыныштық болғанда базарскийлармен сөйлестік. Заводты бермейміз дейді. Менің жектерім екендеріңді айттыңдар ма? Айттық. Аса мықты болса, өзі келсін дейді. Солай да. Маған 9-шы ағаш. Сөйлесуім керек. Дайындыққа мына жерін табылған жақсы болды. Кафенің иесі де жақсы жігіт екен. Иә. Оның үстіне бәрі тегін. Қаншама ақшаны үнемдеп қалдық. Дайындықтың бәрі жақсы өтіп жатыр. Бірақ сонда да сіз бір нәрсені уайымдап жүрген сияқтысыз, Луқа. Бәрі орында ғой. Бірақ бір уайым бар. Ертең күні гастрольге шыға қалсақ, залды толтыра алмай жүрсек қайтеміз. Барлықтарыңыз маған сенім артып бара жатсыңдар ғой. Уайымдамаңызшы, Луқа. Тамаша Алматыдағы зәулім сарайларды толтырып жүр ғой. Оның қасында мына шағын залдарды жинау бізге қиын болмайды ау. Енді ол Алматы ғой. Ауыл аймақта халықтың жағдайлары мәз емес. Мүмкін біздің театрымыздың барғаны оларға тіпті қызықты емес шығар. Керісінше, күйбең тіршілікпен жүрген халықтың көңілін аулап жүрген біздің тамаша. Оны мен емес, халықтың өзі айтып жүр. Айтпақшы, Луқа, гастрольге бізбен бірге шығатын әнші табылды ма? Жоқ, табылмады. Не істесек екен? Мүмкін өзіміз ән жаздырып, кезектесіп айтамыз? Жоқ, олай болмайды. Кәсіби әнші керек. Роза Рымбаева бізбен бірге шыға алмайды, Әрине, Розаның бізбен бірге гастрольге шыққаны жақсы болар еді. Бірақ ол баласымен жүре алмайды ма? Енді не істейміз, Луқа? Енді басқа әнші іздестіру керек. Так, кім бар еді?
Асан, өткенде Құдай бергенің шаруасын шешіп бергеніңе рахмет. Қоя бер. Ол деген біз үшін майда тірліктер ғой. Жоға, сонда да жақын туыстарында той-томалақ болса хабарлас. Мен де бір көмегім тигізейін. Өткенде біздің жігіттер біреулермен сәл сөзге келіп қалды. Солар біз жақын арада кездесуге шақыруы мүмкін. Соған сен бізбен бірге барсаң жақсы болар еді. Асан, мен өзім жүрген адаммын. Сендерге қандай көмегім тисін? Тоқа. Бауыр деген бір-бірінің басына түскенде көмектесе керек емес пе? Өткенде біз саған көмектестік. Енді сен көмектесетін кезің келді. Мен сендер сияқты төбелеске спортқа жоқпын ғой? Төбелесті бізе қалап тұрған жоқпыз. Енді? Алдында туған күнде бір жігіттермен ерегіскен кезде сені танып қалып, бір қырғыннан аман қалған жоқ едік. Сол жігіттермен басқа мәселе бойынша кездесуге барамыз. Осы жолда сені танып, атыс шабыссыз шешілсе деген ой қойдық. Жарайды, көрейік. Міне, нағыз бауырдың әңгімесі. Қашан ол? Сен бастысы дайын жүр, өзім хабарласып айтам. Ақтоты? Театрда жұмыс істеп жүргеніне қанша уақыт болды? Толықтай жұмыс жасап жүргеніме 3 жылдай болып қалды. Тамаша театрына қалай кірдің? Студент кезінде стажировкадан өткем. Сөйтіп, оқуды енді бітірген қарапайым студент жұмысқа алмайды шығар деп ауылға кетіп қалған. Сөйтсем, қабылдапты. Енді сен ауылға кетіп қалсаң, сен қайдан табылды? Осында тұратын әжемнің нөмірін жазып кеткем. Соған хабарласып, немереңізді тамашаға алып жатырмын деген. Ауылдағылар мені жұмысқа актриса ретінде алып жатыр деп той жасап шығарып салған. Енді актриса болып жұмыс істемесең де, мына жер саған ұнайтын шығар? Әрине. Тамаша мен екінші отбасындай болып кеткен. Тіптен театр жабылады дегенде Алматыда енді не істеймін деп ауылға кеттім келген. Түнімен жылап шықтым үйде. Өткенде үйіңе барғанда көзің ысып тұрған содан ба? Иә. Ал сен ше? Театр жабылған соң неге басқа жұмыс іздеп кетпедің? Келгенің жаңа, бауыр басып та үлгермедің. Иә, оның рас. Бауыр басып үлгермедім.
білмеймін, біртүрлі жүрегім осында тартып тұрды. Ау, Лұқпан аға. Үйдің ішіне жүгіре берме, шаңдатасың. Қой деймін, балам. Дәкең, Ау, шаңдатқан жерлерді өзіне жинатқызып қой қазір. қазір. Ой, онда мен кеттім дағы. Киіміңді ауыстыр. Дәке, мен кеш келем. Блокнотыңды алдың ба? Ой, бұл ұмытып барам. Ерке бұлан, менің блокнотымды әкеп берші. Балам, бол. Тез енді. Жақсы. Жақсы. Ерке? Тағы несін ұмытты? Сәлеметсіз? Сәлеметсіз бе? Сұлтанбаев К деген азамат осы квартирада тұра ма? Иә, мен оның әйелімін. Мына жолдама кері қайтарылды. Индексі дұрыс жазылмаған екен, сол үшін кері қайтаруға мәжбүрміз. Жақсы. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қал жағдайыңыз қалай аға? Бәрі жақсы. Өздерің қалдарың қалай? Көріп тұрғаныңыздай, сол дайындықтамыз. Ренжіме, бөгет жасасам. Мен саған бір бұйымтаймен келді. Ол не дегеніңіз аға? Тамаша театрмен гастрольге шайық деп жатырмыз. Бізбен бірге ас-студия барса қалай қарайсың? Гастрольдеріңіз қашан? Осы айдың соңында басталады. Сәл ертерек айтқаныңызда қуана келісушек. Біз Мәскеуден шақыртып алдық. 1-2 аптадан соң сол жаққа қарай барамыз. Сәттілік, жолдарың болсын. Рахмет аға. Жарты сағат үзіліс жасап алайық, а? Браво! Браво, Жанарочка. Егер көзімен көрмесем, бұл сән салып жатыр екен деп қалар едім. Рахмет, Лұқпан аға, рахмет үлкен. Гастрольге дайындықтарыңыз қалай болып жатыр? Бәрі жақсы. Тек әнші жетіспей тұрғаны. Сіздермен гастрольге барғысы келетін әншілер көп шығар, аға? Иә, көп. Бірақ саған бізбен бірге шық деп ұсыныс жасайын деп келіп тұрмын. Мәғай. Менде қазақ концертпен гастроль бар еді. Қазір соған дайындалып жатырмыз. Аға, енді мен оларды жарты жолдан тастап кете алмаймын ғой. Ренжімеңізші, аға. Жоға, о не дегеніңіз? Сәттілік. Сау болыңыз. Айнұр К. Бұл не болды екен? Лұқпан аға, сәлеметсіз бе? Ой, Розочка, қалайсың жаным? Жақсы.
Біз сол таза ауаға шыққанбыз. Соңғы концерттен кейін көріспеппіз ғой сіздермен. Иә, көріспегелі біраз уақыт болып қапты. Айтпай, жаман бала. Естіп жатқан шығарсың. Телеканал тамашаның эфирін тоқтатты. Естідім аға. Сол халық қазір телевизордан не көрерін білмей жүргенде, не үшін сол бағдарламаны жапқан түсінбедім бар ғой. Өзім білмеймін. Әйтеуір себептері көп. Жеке театр болып, қайта құрылып жатырмыз. Құтты болсын аға. Жақсы жаңалық қой бұл. Иә. Бұрыннан солай істеу керек еді сіздерге. Өздеріңіздің көрермендеріңіз де бар. Дұрыс болған екен. Әйтеуір тәуекелдеп гастрольге шықпақпыз. Дайындықтарыңыз қалай? Әншілерден кім шыққалы жатыр? Енді дайындық жаман емес. Бірақ сенің орынды басатын әнші таппай жүрміз. Енді аяқ асты болған соң бірінің концерті бар, ал бірінің жеке шаруасы бар деген сияқты. Лұқпан аға, өзіңіз білесіз. Менің тамашаға алғысым шексіз. Сіздің сахна сыртында жасаған жақсылығыңыз да көп. Мен оны ұмытқан емеспін, ұмытпаймын да. Жүрген жерінде бәрін айтып жүрем соны. Рахмет, Роджка. Әттең, сен декреттесің. Әйтпесе сені бізбен бірге гастрольге шық деп ұсыныс жасар едім. Ой, онда тұрған не бар? Мен шықсам да болады. Ой, жоқ. Сенің сәбиің әлі бір жасқа толған жоқ. Оның үсті саған қиын болар. Мен жай әшейін айта салып едім. Ой, Лұқпан аға, керісінше үйде отырып шаршап кеттім. Одан да сіздермен гастрольге шығып бір серігіп қайтайын. Әйтпесе декретім созылып кетті. Айналайын, Розочка. Рахмет, айналайын, рахмет. Мама, қараңыз. Әкем сізге сыйға қалыпты. Қайдан алдың мынаны? Қазір. Мынаның ішінен. Так, Миша, не істеп отырсың? Ай, мына тамашаның келесі сериясы қашан шығады деп күтіп отырмын. Шықпай кетті ғой. Қашан баяғыда шығып қойды ғой ол. Қойш? Үйе? Мен неге естімей қалдым? Енді мен оны қалай көрем? Осы бәленің бәрін білгенде соны білмей қаласың. Аш шыған еке телефоныңды. Ал, мін? Міне, 4-ші сериясы тұр ғой. Иә. Соның астындағы сілтемеге өтесің да, арқырай көре бересің. Мұна оңай екен ғой. Мен bunu неге білмей қалдым? Айтпақшы, құрметті көрермен. Тамашаның келесі сериясын дәл осылай төмендегі сілтемені басып көре аласыздар. Саған тапсырылған жұмысты неге біз орындауымыз керек, а? Сен ата-анаңды концертке ертіп кел. Менің ата-анам жоқ, а? Кеше Лұқпан Есеновтің телефонына тыңдайтын құрбы орнаттым. Дана, сәлем. Ағам, не керек бауыр? Сені маған еш нәрсе керек емес. Алып келіңдер деп. Тамашаның тағы бір әртісіне компромат табылды. Жиналып болсақ, жүрейік онда. Жүрейік болғанда мейірман жоқ. Қалай жоқ?